Армысыздар, құрметті телегөрермендер. Балапан телеарнасының эфирінде Кемеңгер клубы интеллектуалды шоу бағдарламасы. Тек біздің бағдарламамызда танымал ғалымдар мен білікті оқушылар ой жарыстырады. Іріктеу кезеңіне өткен қатысушылардың барлығы елордамыздың ең үздік мектептерінің озат оқушылары. Ол командалар: Райымбек Батыр атындағы нөмірі 50-ші Қазғарыш мектеп лицейі, нөмірі 66-шы мектеп лицейі, нөмірі 82-ші мамандандырылған Дарын лицейі, нөмірі 73-ші физика-техникалық мектеп лицейі, және Әлкей Марғұлан атындағы нөмірі 40-шы орта мектеп пен Республикалық физика-математика мектебінің Елордадағы филиалы. Ғалымдардың командасын жеңіп, іріктеу кезеңінде ең жоғарғы ұпай жинаған 3 мектептің құрама командасы біздің интеллектуалдық шоуымыздың ширек финалына өтеді. Ал ең жоғарғы ұпай жинаған 3 команданың екеуі жартылай финалда жарысты жалғастырады. Соңында жартылай финалдан ең жоғарғы ұпай жинаған жалғыз команда бағдарламаның шешуші кезеңі финалда бақ сынайды. Осылайша финалға жеткен топ ғалымдар командасының қиын әрі күрделі сұрақтары бар 3 кезеңнен өтіп, қарсыластарын артта қалдырады. Сәйкесінше олар мектеп командалар арасындағы жеңімпаз болып есептеледі. Ендеше бүгін ғалымдармен жарысуға келген Астана қаласының нөмірі 40-шы Әлкей Марғұлан атындағы орта мектептің оқушылармен таныс болыңыздар. Еңлік Малгажинова, Темірлан Тайжанов, Берік Шәріпов, Динара Тойғанбек, Таймирис Абулхайыр. Таймирис осы топтың көшбасшысы. Еңлік Малғажинова. Оскар сыйлығын алу арманы бар. Таймирис Абулхайыр. Бастауыш сыныптан бастап математикалық олимпиадаларға қатысады. Темірлан Тайжанов. Атақты тұлғалардың өмірбаянын зерттеуді ұнатады. Мақсаты физика-математикалық жоғарғы оқу орнына түсу. Динара Тойғанбек. Жас эколог байқауында жүлделі 1-ші орын, математикадан олимпиада жеңімпазы. Берік Шәріпов. Ол ғарыш саласындағы инженер болуды армандайды. Мәскеу мемлекеттік университетінде өткен математика пәнінен олимпиада жүлдегері. Балалар, қош келдіңдер. Қош көрдік. Көңіл-күй қалай? Керемет. Бүгінгі ойынға дайынбыз ба? Иә. Балалар, мен сендерді ойын шарттарымен таныстырып өтейін. Ойын шарттары. Ойын 5 кезеңнен тұрады. Және сұрақтар мониторға шығады, ғалымдар тобының атынан қойылады. Әрбір сұрақты талқылауға 1 минут уақыт беріледі. Дайынбыз ба, балалар? Иә. Ендеше бастайық. 1-ші кезең. Бірінші кезең. Сұраққа назар аударайық. 9 ғасырдың ортасында викингтер алғаш рет жер орта теңізіне шықты. Теңіз жағалауындағы бай қалалар тарапынан қарсылық көрмесе де, олар көп ұзамай алдартына қарамай кетуге мәжбүр болды. Викингтер белгісіз тері ауруына шалдығады. Олардың кері қайтуының себебін атаңыз. Уақыт кетті. Менің білуімше, викингтер олар таулы жерде өскен. Яғни таудың басында. Оларға жақын жерде. Климаты суық жерде. Олар мұнда жерорта теңізіне шықты деп тұр. Ағыстар және климат жылы. Климаты жылы болғандықтан. Жоқ, қараңдар, егер климаты жылы болса, оның климатының жылы болуына бірден бір себебі ол күн сәулесінің түсуі. Ал бірақ олар көбінесе суық климатта өмір сүріп, соған үйреніп қалған олар. Олардың бейімделуі бірден келмеген. Иә, сол себепті олардың тері ауруы сол жылы климаттан болды. Яғни себебі олардың терісі жылы климатқа бейімделмеген. Иә, сол себепті олар оған үйренбеді. Себебі олар суық климатты жерде. Жауабымыз осы болды.
және де олар сол күннің ыстығынан жанып кетті. Сонымен уақыт болды балалар. Бұл сұраққа кім жауап береді? Томирис? Еңлік. Тыңдап отырмыз сені. Менің ойымша, яғни топтың атынан айтатын болсам, викингтер олар көбінесе климаты суық жерлерде өмір сүрген. Мысалға айтатын болсақ, олар таудың басында қарлы жерлерде өмір сүргендіктен жерорта теңізіне сапарға шыққан. Ал жерорта теңізінің жалпы климаты жылы болып келеді. Климаты жылы болғандықтан, климатының жылы болуы себебі ол күн сәулесінің түсуі. Және де викингтердің тері ауруы пайда болғанның бірден бір себебі ол күн сәулесі. Күн сәулесі олар жылы климатқа үйренбегендіктен терілері содан зақымдалды. Содан қорқып, қайтадан елдеріне қайтты дейсің ғой? Иә. Бұл соңғы әрі нақты жауап, солай ғой? Иә. Басқа нұсқа ешкімде жоқ? Жоқ. Түсінікті, ендеше дұрыс жауапқа назар аударайық. Иә, сендердің берген жауаптарың дұрыс. Жарайсың. Викингтер бұрын соңда расымен де ыстық күнге тап болмаған, сондықтан күн сәулесінен қорқып, қайтадан өз елдеріне қайтты. Есеп 1-0, сендер жеңісті қадамға жол бастадыңдар. Олай болса, біз екінші кезеңге өтеміз. Екінші кезең. Екінші кезеңде бейне сұрақ. Бұл сұрақты балаларға қоятын биологияның клеткалық және молекулалық философия ғылымдарының докторы, Назарбаев университетінің ассистент профессоры Қанаева Дамира Әшімханқызы. Экранға назар аударайық. Сәлеметсіздер ме, балалар? Хан тілінде көт, жүрек, сем, қол деген мағынаны білдіреді. Көтсем деген сөздің қазақша мағынасы не дегенді білдіреді? Сонымен, сұрақ түсінікті болса, балалар, сендерде 1 минут уақыт бар талқылауға. Ал уақыт кетті. Егер көт жүрек, сем қолды білдіретін болса, екеуін байланыстыратын ортақ мүше болуымыз керек. Қан тамыры. Бәріміз білеміз, дене мүшесінде барлығын бір-бірімен біріктіретін ол тамыр. Жүрек пен қолдың арасында бір жүрек арқылы тамырды қозғалады. Тамыр бойынша қан қозғалады. Бізде тамырдың соғуын пульспен өлшейміз. Тамыр соғуын. Жоқ, бәріміз қайтадан одан бөлейікші. Егер жүрек пен қолды байланыстыратын тамыр болса, онда ол жүрек соқса да не? Тамырда соғады, ал тамырдың соғуын пульспен өлшейді. Неге тамырды барлық жерде өлшейді? Көтсем сөзінің аудармасы ол пульс. Пульс, яғни тамырдың соғуы. Мүше болуымыз, қан тамыры. Бәріміз білеміз, дене мүшесінде тамыр деп. Сонымен уақыт аяқталды. Бұл сұрақтың жауабын кімнен естейміз? Темірлан. Темірлан, айта ғой. Біздің топтың пайымдауынша көтсем деген сөз ол қан тамыр мен пульс деген ойда. Негізінен барлығымыз білетіндей жүрек соқса қан тамыр, барлық адам денесінде қан тамыр болады. Егер жүрек арқылы барлық қан тамырының құрамы әрқашанда тазарып отырады. Егер жүрек соқса, онда қан тамырда соғады. Қан тамырды біз пульспен өлшейміз. Яғни жауабы көтсем деген сөздің мағынасы қан тамыр және де пульс. Аха. Бұдан басқа нұсқа жоқ. Жоқ. Барлық топ осыған келіп тоқталып отырсыңдар. Иә. Демек, жүрек және қол сөздерінің қосындысы қан тілінен аударғанда ол пульс. Қан тамыры және. Яғни қан тамыры дейтін нұсқаға келіп тоқтады. Иә. Ендеше дұрыс жауапты тыңдайық. Бұл сұрақты қойған Назарбаев университетінің ассистент профессоры дұрыс жауапты айтады. Экранға назар аударайық. Жауабы пульс, қол тамырдың ырғағы. Жарайсыңдар. Бұл сұрақтың да жауабын дұрыс таптыңдар. Өте керемет, бастама тамаша, есеп 2-0. Алда әлі 3 кезең бар, сондықтан сендерге босаңсуға болмайды. Сәттілік тілеймін, балалар. Рахмет. Сонымен, құрметті көрермен, біз 3-ші кезеңге өтеміз.
Үшінші кезең. Балалар, мұқият тыңдайық. Үшінші кезеңнің сұрағы мынадай. Мұхтар Шаханов 4 ана деп жырлаған 4 құндылықты атаңыз. Уақыт кетті. Мен бұл өлеңді негізі оқығанмын, жаттадым. Барлықтарың оқыдыңдар ма? Иә. Төрт ана деп аталуының себебі адаммен туғаннан бері бірге болатын, төрт жүректе қалатын төрт зат. Енді адамда жаңа туған жерде төрт анасы болмайды ғой, ол бірден анық. Ол төрт ана дегенмен жүректе қалатындай, әсер ететіндей. Мысалы, бала дүниеге келген кезде ең әуелі ол өзінің туған жерінде дүниеге келеді. Туған жерде жүрегінде қалатын туған тілі болады. Екіншісі ана тілі, яғни туған тілі. Ата-анасы сөйлейтін тілі. Бірден салт дәстүрлерден бастайды. Өзіне бейімделе береді. Жалпы біз бұл өлеңді оқығандықтан бізге кішкене оңайырақ. Сол себептен үшіншісі салт дәстүр, ал төртіншісі ол өзінің туған жері. Туған тарихы. Жалпы әрбір бала өзінің туған тарихын керек. Демек, біздің жауабымыз ол біріншісі туған жер, екіншісі туған тіл, үшіншісі салт дәстүр, ал төртіншісі туған тарих. Біздің жауабымыз дайын. Уақыт аяқталды. Сендер сұрақтың жауабын дайындаған тұста да уақыт бітті, мәресіне жетті. Сонымен бұл сұрақтың жауабын кім береді? Мен беремін. Таймирис, айта ғой. Негізі адам туғандан бері оның жүректе есте қалатын төрт нәрселер болады. Ол өзінің анасынан басқа туған жері, туған тілі, салт дәстүр және де туған тарихы. Демек, Мұхтар Шахановтың ойынша өз анасынан бөлек төрт анаға осы ұғымдарды жатқызды ғой. Иә. Өлең жатқа білеміз бе? Кім біледі? Жоқ, жатқа білмеймін, бірақ оқығанмын. мазмұнын білемін. Сендер талқылап жатқан кезде бұл өлең жаттадық деген сөзді естідім. Сондықтан ғой, сұрап жатқан. Жаттадық, бірақ ұмытып қалдық. Жаттаған есте қалмайды. Төрт ананы ұмытуға болмайды. Біз айттық қой. Жақсы. Сонымен, соңғы жауап болса. Иә. Өлеңді ұмытып қалып, бірақ төрт ананы жаттап алғандарың жақсы екен. Иә, сендердің жауаптарың дұрыс, жарайсыңдар. Білген едік. Туған жері, түп қазығы, байлығы, өздерің білетіндей. Туған тілі мәңгөнеге айдыны, жан байлығы, салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі, және туған тарихы дейді. Өте тамаша, есеп 3-0. Бастамаларың жақсы. 3 сұрақтың жауабын дұрыс таптыңдар, әлі алда 2 кезең бар, сондықтан босаңсуға әлі де ерте. Құрметті көрермен, 4-ші кезеңге өтеміз. 4-ші кезең. Зияткерлік ойынымыз барған сайын қызып барады. Ендеше 4-ші кезеңнің сұрағына назар аударамыз. Сатып алғанда қара, пайдаланғанда қызыл, ал жарамсыз күйінде сұр. Ол не? Уақыт кетті. Бізде тұрмыста пайдаланатын қандай қара заттар бар? Мұнай. Бастан дұрыстап оқып алайықшы өтінемін. Сатып алғанда ол қара, пайдаланғанда қызыл, ал лақтырғанда сұр. Ол мұнай. Жанғанда ол қызыл қышқыл газы болады. Лақтырғанда. Жоқ, біз мұнайдың қалай жанатынын көбіміз білмейміз ғой, қандай түсте болатынын, бірақ ол жанып, оның қалдықтары, ол аспанға, яғни газбен аспанда. Ал көмірден басқа? Мүмкін көмір. Көмір. Егер біз көмірді алып қарастыратын болсақ, оны жаққанда, пайдаланғанда, яғни қызыл түске айналады. Оның лақтырғанда күлі пайда болады. Ал күлдің түсі сұр болғанда. Демек, біздің жауабымыз, бұл сұрақтың жауабына көмір көбірек келеді. Ол қарада болады. Уақыт аяқталды, балалар. Сонымен, бұл сұрақтың жауабын кімнен естейміз? Динара. Динара, сені тыңдап отырмыз. Біздің топтың ойынша бұл сұрақтың жауабы көмір. Себебі көмірді біз сатып алғанда қара түсті қатты күйде көреміз. Ал оны пайдаланғанда қызыл түсті болады. Лақтырғанда ол күлге айналады, ал күлдің түсі бәріміз білетіндей сұр түсті. Біздің топтың нақты жауабы көмір.
пайдаланғанда неге қызыл болады? Себебі ол жанғанда жанғанда үйде жаққан кезде, мысалы, жер үйде тұрады, барлығымыз жер үйде тұрамыз, және де от жағып көргенбіз, оны жаққан кезде көмірдің түсі қызыл түсті болады. Себебі ол жанады. Яғни жалынның түсімен бірдей болады. Жақсы, түсінікті. Ендеше жауапты қабылдаймыз. Және бұл тағы да дұрыс жауап. Жарайсыңдар, бұл логикалық сұрақтың да жауабын өте дұрыс таптыңдар. Бұл сұрақтың жауабы расымен де көмір болатын. Енді соңғы кезең, соңғы сұрақ қалды. Құрметті көрермен, 5-ші кезеңге өтеміз. 5-ші кезең. Соңғы сұрақ мынадай. Оңтүстік Африка Республикасындағы Апингтон шағын қалашығының маңында жүзім алқабына келген залалдан жеміс ағаштары сынған. Піскен өнімді жинағаннан кейін оны жүк көлігіне тиеп, көлемі футбол алаңындай алаңқайға жеткізеді. Не үшін? Уақыт кетті. Жүзім алқабы қалдырса, ол күннің астында қалады емес пе? Бұл шырыны буланып мейіз болады. Өйткені мейізді өте қатты не істеп жатырмыз жауаптарын, бірақ ол мүмкін мейіз болмауы да мүмкін. Сол себепті дұрыстап негізі былай қарағанда футбол алаңында мейіз ол өте үлкен және бүкіл жүзімді егер олар алаңға тастайтын болса, күннің көзінен шырыны буланады. Қараңдар. Жоқ, қараш, егер олар алаңға тастап кетсе, күннің көзіне кетеді. Жүзім күннің көзінен кеуіп қалады. Иә, оның ішіндегі суы буланып кетеді. Тоқтаңдар, жүзім кепкен кезде мейіз болады. Ол кепкен кезде бір неге айналатын еді? Қараш, ол кептіргенде жүзім күннің көзіне күйіп, оны буланады. Шырыны буланады. Уақыт аяқталды, балалар. Сонымен, Тамирис бұл сұраққа берік жауап береді. Берік жауап береді. Біздің ойлауымызша, олар жүзімді сол алаңға тастауы, себебі олар мейіз жасағысы келеді. Себебі жүзімді күнге кептіріп қойғанда шырыны буланып, ол мейізге айналады. Біз Африка құрлығындағы елдер туралы әңгіме қозғап жатырмыз. Олар қай мезгілде жүзімді күннің астына қояды? Жазда. Көктем. Көктем, жаз. Африкада бір-ақ мезгіл бар, үнемі жаз болады. Сондықтан жазда, яғни күн сәулесі бар кезде. Сонымен, бұл сұрақтың да жауабын қабылдайық. Және есеп 5-0. Жарайсыңдар. Тағы да біздің балалар жеңіске жетті. Балалар, сендер келесі айналымға 5-0 есебімен жолдама алдыңдар. Мен сендерді шын жүректен құттықтаймын. Дәл осы қарқыннан таймаңдар. Келістік қой? Иә. Құрметті көрермен, осылайша бүгінгі бағдарлама мәресіне жетті. Дегенмен білім жолы аяқталмайды. Осыны естен шығармайық. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар. Біздің топ өте дарынды және көңілді оқушылардан құралған. Бізге берілген сұрақтарға біз оңай жауап бердік. Және де олардың барлығы дұрыс болғандықтан біз қуаныштымыз. Біздің осындай шоуға тағы да қатысқымыз келеді. Достарымның арқасында мен жаңа ақпарат ала алдым. Себебі білім ешқашанда артық болмайды. Ал ойын жайлы айта кетсем, бұл ойын өте қызықты өтті және де сұрақтары кішкене болса да ойландыруға мәжбүрлетті. Сұрақтарды жүргізуші оқығаннан кейін кішкене қобалжу сезімі басылды деп айта аламын. Барлығымыз топпен жұмыс істедік. Маған бұл ойын қатты ұнады. Біз жеңдік. Бұл ойын маған басқаларға қарағанда өте қатты ұнады. Себебі сұрақтар өте қызықты болды. Және әріптестерімнің, достарымның арқасында біз бұл кезеңдердің бәрін өттік деп ойлаймын. Арасында қуаныштарымыз көп болды, себебі біз сұрақтардың барлығына дұрыс жауап бердік.